Облыс тұрғындары арасында жұмыссыздықты азайтып, мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларды кеңінен пайдалану қажет. Нұр Отан партиясы облыстық филиалында өткен саяси кеңес отырысында өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов осындай міндет қойды. Бюро қатысушылары партияның сайлауалды тұғырнамасының іске асу барысын талқылады. Нұр Отан партиясының сайлауалды платформасы инновациялық экономика, еңбекпен қамту және кіріс, білім мен ғылым сынды бірнеше бағыттарды қамтиды. Соңғысы бойынша жауапты тұлға Елена Коноплева есеп берді. Өңірімізде мектепке дейінгі дуалды және инклюзивті білім беру басты назарға алынған. Облыстағы мектептердің 30%-ында мүмкіндігі шектеулі балалардың оқуына жағдай жасалған. Сондай-ақ жеті түзету мектеп-интернаты жұмыс істеп тұр. Ұстаздар қауымының жұмыс тиімділігін арттыруда партияның негізгі міндеттерінің санатында. Мектепке дейінгі мекемелерде 2389 маман қызмет етеді. 1500-ден астамы бірінші және жоғарғы санатты педагогтар. Бұл өткен жылға қарағанда көбірек. 2015 жылдың жоспарына сай, мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігі, мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесін дамыту, үш кезеңмен оқытатын және апаттық жағдайдағы білім ордаларын жабу туралы сұрақтар қарастырылды. Өңірлік куратордың баяндамасын тыңдай келе Ерік Сұлтанов мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің даму қарқынына тоқталды. Білім басқармасының басшысы Шолпан Каринованың есебінше, облысымызда 500-ден астам жинақтау шоты бар. Дегенмен аймақ басшысы мұның да аздық ететінін айтып, Шолпан Таңатқызына бұл бағыттағы жұмысты күшейтуді міндеттеді. На отдельный этот вопрос вынесите на рассмотрение. Бұл сұрақты бақылауға алу қажет. Біздің облыс республика бойынша алдыңғы сапқа шығуы тиіс. Ал мектеп, балабақшаға келер болсақ, бұл бағыттарда тиімді шаралар қолданылып, жұмыс жоспарлы түрде жүзеге асуда. Саяси кеңес отырысында қарастырылған екінші сұрақ тұрғындарды жұмыспен қамту және кіріс. 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында 1775 адам жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасына қатысқан. Ал тұрақты жұмыс орнымен 1000 адам қамтылыпты. Сайлауалды платформаны іске асыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайында Серік Ахметбеков баяндады. Уровень безработицы населения составил 4,9%. Тұрғындардың 4,9% әзірге жұмыссыздар санатында. 2015 жылдың бірінші 90-ында жұмыс істеп жүргендердің саны 316 мыңнан асты. Ал өзін-өзі еңбекпен қамтушылардың саны 103 мыңға жуық. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының 3-ші бағытына сәйкес қайта даярлау курсына 21 адам жіберілді. Кәсіптік даярлаудан 14 адам өтіп, оның 2-і тұрақты жұмыс орнымен қамтылды. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша жұмыс берушілер 189 жаңа жұмыс орнын ашты. Онда жұмыспен қамту орталығы арқылы 100 адам орналасты. Ал екінші бағыты бойынша 84 адам жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Оның 61-і несиені өз ісін ашу үшін алған. Серік Ахметбековтың баяндамасын тыңдай келе, Ерік Сұлтанов партия мүшелеріне бірқатар міндеттер жүктеді. Мы должны эту работу продолжить и эффективно над ней работать. Тұрғындарды еңбекпен қамту бағытындағы жұмыстарды тиімдірек жүргізу қажет. Ол үшін мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулар баршылық. Партия мүшелеріне айтарым, әлі де болса, партияның мемлекеттің идеясын халық арасында насихаттаңыздар. Әсіресе елді мекендердегі тұрғындардың қызығушылығын арттырып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің көрсеткішін жоғарлату керек. Азаматтарды әлеуметтік қорғауды партия мүшелерінің алдында тұрған негізгі талап. Сондықтан сарапшы топ пен партия кураторлары мониторингтер өткізіп, тапсырмалардың жүзеге асуын бақылауда ұстайды. В 2015 году запланировано обеспечить 775 инвалидов. 2015 жылы 775 мүгедекті 1263 протез ортопедиялық құрылғылармен қамту көзделген. Қазіргі таңда құлақтары мүкіс еститіндер 348 арнайы құралмен жабдықталған. Сондай-ақ кохлеарлы имплантанты бар 14 мүгедек баланың сөйлеу процессоры алмастырылды. Жалпы облыс бойынша кохлеарлы имплантаты бар 21 бүлдіршінің сөйлеу процессоры алдағы 3 жылда жанасына ауыстырылады. Саяси кеңес бюросында Нұр Отан партиясы облыстық филиалы қарамағындағы кәсіпкерлерді қолдау бойынша қоғамдық кеңесінің тәртібі мен құрамы қарастырылып, бір ауыздан қабылданды. Фариза Жаситова, Анатолий Белонок, ақпарат.